Сәлем достар, менің каналыма хош келіпсіздер. Бүгін біз ассорти компот жабамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бақшадан алшаны теріп, оны жуып аламыз. Ассорти болғандықтан алшаға алма, өрік жуып банкаларға салдық. Ал банкаларымызды газдегі шәугімге жақсылап парлап аламыз. Міне енді бір пиала тола етіп алшадан саламыз. Банкаларымызды парламастан алдын банкаларды жақсылап жуып, күнге жақсылап сусыздандырып, кептіріп аламыз. Ал әр банкаға бір пиала алшадан және 7-8 өріктен саламыз. Ал қызыл алманы ұсақтап турап алған соң қайнап тұрған суына салып жібереміз. Ал енді шекерден 2 килограмын қайнап тұрған суына саламыз. Және де оны жақсылап араластырамыз. Ал банкадағы алша мен өрікке қайнаған судан құйып қоямыз. Ал банкалардың крышкасын 5 минут отта қайнатып аламыз. Біз бұл жемістер компотын ошақ қазанда қайнатып жатқандықтан, біз оның астындағы отын тым қатты болмауына да қарап тұрамын. Ал енді алма 5 минут қайнағаннан соң банкадағы алша мен өрікке араластырып құямыз. Міне крышканы жауып, енді оны 7-8 рет айналдырып, закрывашкамен жауып аламыз. Міне енді осы 10 банканы астына одеял төсеп, үстіне көрпеменен жауып қоямыз 2 тәулікке. Міне енді бұны жақсылап жауып қойғаннан соң ассорти компотымыз дайын болады. Одан кейін оны қыста ішуге пайдалануға болады. Ассорти компоттың жемістер компотын өте пайдалы. Сондықтан қыс қамын жазда ойлап жауып алыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Міне банкаларды жақсылап ретімен төңкеріп, 2 тәулікке қойып қойғаннан соң, 2 тәулік өткен соң мұны аштық. Түсі де әдемі, қысқа ассорти компот дайын. Видеоны соңына шейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Егер видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.